Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді бикеш саусақтары деп аталатын керемет торт дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табамызды немесе кастрюльмізді осылай қыздырып алатын боламыз. Содан соң оның үстіне сүтімізді, суымызды және де шым-шым дәміне қарай тұзымызды және сары майымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Қайнатпаймыз, жай ғана сары майымыз ерігенше осылай араластыратын боламыз. Енді ұнымызды салып тез-тез араластырамыз, себебі комок болып қалуы мүмкін. Сол үшін тез-тез жұмыс жасап араластыратын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді оны бөлек ыдысымызға салып, оның үстіне бір-бір жұмыртқадан салып, яғни біртіндеп салып, тез-тез араластыратын боламыз. Себебі жұмыртқамыз, массамыз ыстық қой, сол себепті жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті жұмыртқамызды бір-бірлеп салып, тез-тез араластыратын боламыз. Тез араластырамыз, ешқандай да комок және де жұмыртқамыз пісіп кетпеуі керек. Сол үшін жұмыртқамызды біртіндеп салып, тез-тез жұмыс жасап араластыратын боламыз. Дайын болған массамызды өздеріңіздің қалауыңызша формаға салсаңыздар да болады, немесе саусақ секілді ұзынша қылсаңыздар да болады. Мен жай ғана осылай печенье қылып жасадым. Оны насаткеге салсаңыздар да болады. Ол өзіңіздің қалауыңызша әрине. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін 20% қаймақтың үстіне қант ұнтағын салып, осылай жақсылап араластыратын боламыз. Жаңағы біз печеньемізді айтуға ұмытып кетіппін ғой. Оны қызып тұрған 180 градус пеште 20-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Дайын болған печеньемізді осылай қаймаққа батырып шығатын боламыз. Печеньеміз міндетті түрде бөлме температурасында суы қажет, ыстық болмау керек. Осылай қаймағымызды батырып шығамыз да, бетіне әсемдік ретінде мен Қазақстан шоколадын үккіштен өткізіп салып шықтым. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар, сіздер де жасап көріңіздер.